1997 жылы 5 сәуірде елбасының қаулысы бойынша 31 мамыр күні қуғын-сүргінге ұшыраған құрбандарды еске алу күні ретінде белгіленген. Казахстан эта дата имеет особый смысл. Так сложилась история, что наша республика стала местом депортации для миллионов советских граждан. По всей стране на карательную систему тоталитарного режима работало 953 лагеря поселения. Только в 1937-1938 году в республике было незаконно осуждено более 100 тысяч человек. И около 25 тысяч из них были расстреляны. В то время депортировано 1 миллион 500 тысяч человек. Қазіргі уақытта 31 мамыр Қазақстанда саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып есептеледі. Сол кездегі қазақ халқының жағдайын тура ел басшыларына жеткізуге тырысып, осы ахуалды тоқтатуға тырысқан болатын. Бірақ міне оларға қарсы саяси репрессиялық шаралар жүргізіп, олар міне осы репрессияның құрбандарына айналды. Қазақстан жерінде 100 мыңнан артық адам осы саяси қуғын-сүргінге ұшырап, 25 мыңы атылып кетті міне. 900-ден астам кеңес үкіметі бойынша лагерлер болса, Қазақстан жерінде соның 20-дан астам осы Қазақстан жерінде болды. Соның ішіндегі ірілері Қарағанды лагері, Карлаг деп аталынады, Степлаг және Алжир, Акмолинский лагерь жон изменников Родины дейді. Міне саяси қуғын-сүргінге ұшырағандардың отбасы менен жұбайлары міне осындай лагерлерде ұсталынды міне. Идея нашего была президента Нурсултана Абишевича, что он хочет такой большой комплекс построить музейно-мемориальный, чтобы на той именно земле, там, где эти женщины сидели, где они видели трудности, где они потеряли своих мужей, детей. И когда мне показали вот именно план этого, я очень обрадовалась.